Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Қазіргі кезде бал өте қымбат болғандықтан көпшіліктің оны күнделікті пайдалануына қолы жете бермейді. Құрамында аз мөлшерде болса да балы бар бірнеше әдіс барлығыңызға баға жетпес пайда келеді. Қант пайда болғанға дейін 16-17 ғасырларда бал тамақтың құнды құрамына кірген. 18 ғасырдың соңында қант пайда болысымен балдың кондитер жүйесінде қолданылуы бірден күрт түсіп кетті. Қазіргі уақытта қантты мөлшерден көп пайдаланудың теріс әсеріне көз жеткізген адамдар нағыз балға деген қажеттілікті қайта сезінді. Бал құрамында құнды қасиеті бар бірден-бір тәтті тағам. Оның химиялық құрамы, тағамдық және де емдік пайдасы бар қасиетімен құнды болып саналады. Бал адамның тамақтану жүйесінде жетіспейтін қажеттіліктің орнын толтырады. Балды күнделікті тамақтануға дұрыс таңдап қолдану дәруменді және де табиғи заттардың реттілікпен жүруін реттейді. Бірінші әдіс дәруменді қоспа. 1 кг бүтін лимон, 1 кг өрік, 1 кг мейіз, 1 кг грек жаңағы, 1 литр бал. Барлығын ұсақтап, ет тартқыштан өткізіп, үстіне бал қосып, қайнатылған банкіге салып, салқын жерде сақтаймыз. Бұл қоспаны бір ас қасықтан тамақтану кезінде күніне 3 уақыт, күзден бастап жазға дейін қолдану керек. Бұл сіздерге күзгі және де қысқы уақытта ағзаға дәрумен жетіспеушіліктен сақтайды. Бұл қоспа қаназдықтан, жүрек қан тамырлары ауруларынан аздап шеккендерге де мыңда бір ем. Екінші әдіс бал сусындары. Тазартылмаған сұлыдан дайындалған сусын ас қорыту жүйесі бұзылған, жүрек қан тамырлары, зат алмасу жүйесі зақымданған науқастар үшін өте пайдалы. Дәруменді органикалық қышқылдарға бай, кептірілген жемістердің қоспасынан дайындалған сусындар денсаулықты нығайтып, емдік әсерінен көңіл-күй жақсарады. Бірінші лимон мен бал қосылған сұлы сусыны. 1,5 стақан суыны жуып, 1,5 литр суық су құйып, қайнауға жеткізіп, 3 сағат жылы жерде тұндырамыз. Сонан соң үккіштен өткізілген лимонның шырын сүзіп қосамыз. Дәмі кіргенше бал қосамыз да жылыда ішу керек. Екінші, мүкжидек пен бал қосылған сұлы сусыны. Дайындау тәсілі ұқсас. Тұндырғаннан кейін 1 стақан езілген мүкжидектерді қосып, қайнатып, 1 сағат тұндырып, бал қосып, жылыда ішу керек. Үшінші, бүрген мен бал қосылған сұлы сусыны. Дайындау тәсілі ұқсас. Тұндырған соң 1 стақан бүрген қосып, қайнатып, 1 сағат тұндырып, дәмі кіргенше бал қосып, жылыда ішу керек. Бұл сусындарды ішу ас қорыту жүйесінің қызметін жақсартып, өт жолдарын тазалап, дәруменнің қалыпты жағдайда болуына көмектеседі. Тура осындай сусындарды таңқурай, қарақат, қарлыған, итмұрын қосып пайдаланыңыздар. Бұл сусындарды үзбей қолдану суық тиюден, жұқпалы тұмаудан қорғайды. Бұл жидектердің құрамы С дәруменіне бай. Тіпті мұның барлығын дайындауға қолыңыз тимесе, 2 кг езілген лимонды үккіштен өткізіп, 1 литр бал қосып, күзде, қыста шаймен ішсеңіз, суық тиюден сақтайды. Аш қарынға 1 ас қасық балды 1 стақан ыстық суға езіп ішсеңіз, асқазан ауруына жазылып, шегіңізді тазартасыз. Жатар алдында осылай дайындап ішсеңіз, жайлы ұйықтайсыз. Балды сатып алып, көбірек қолданыңыздар. Оның керемет биологиялық қасиеті бар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.